ғалымдарымыздан қалған кітаптарды ақтарып көрсеңіздер, мысалы имам Термизидің өзі айтады, мынау Құранды соншалықты құрметтеуіміз керек, оған аяқ созуға болмайды ешқашан. Оны жерге қоюға болмайды, жерге Құран аятын жазуға болмайды. Құранды ешқашан төменсіретуге болмайды, оны жастануға болмайды, оны басуға болмайды, оны өзінің орынсыз жерінде пайдалануға болмайды. Яғни бір үстіне бір зат қойып, немесе бір зат тасуға арналған бір құрал ретінде де қолдануға болмайды. Кірлеп жатса түкірігіңмен емес, ең таза болған пәк суменен абайлап жуасың дейді. Бірақ біл дейді, сол жуылған су да саған шипа шығар дейді. Ендеше Құранның амалдарының ішінде оған деген сыртқы құрметтері бар. Оған келгенде дәретпен ұстайтын болсаңыз, ғұсылмен ұстау, оның әрбір аятын асықпай оқу шама жеткенше, әрбір аятының ақысын беру. 28 ғана әріп деп айтамыз араб тілінде. Енді оның жанында тәжвид білімін қоссаңыз, біразға қосылып кетеді ғой енді. Бір әріптерді қосып тастайды, бірерін бұлай қылады. Бірақ ғылым бойынша қарасаңыз, осы Құран оқудың әдісі араб тілінің әдісінен де өзгеше. Мысалы, бір адам араб тілін біліп алдым дегенменен, ол Құранды сауатты оқиды деген сөз емес. Бір адам мысалы 5 жыл араб тіл институтын тауысты, еркін сөйлейді, арабша аудара береді. Бірақ ол кісі Құранды аудара алмайды. Ол кісі Құранды оқи алмайды. Өйткені Құранның өзінің оқуының әдісі бар. Тәжвид деп аталады. Пайғамбарымыздан оқу әдістері сол хижаз, арабқа түскен тіл бойынша бірнеше түрлерменен келеді. Енді ол өзі бір дүние, бірақ соның барлығы міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға байланылады. Құран аятының әрбірі өзінің орнымен түскен, реттік санымен түскен. Оның барлығы пайғамбарға бұйрық ретінде келген. Атауы да бұйрық ретінде келген. Сүрелерінің реті де, әрбір сүренің атауы да бұйрықпен түскен. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таңдаған емес. Бірінші мынау сүре тұрсын, оның аты былай болсын деп ешқашан таңдаған емес. Бұның барлығы, Құранның барлығы Алла тарапынан бұйрықпен келген.